Всегда менде болатын, екеуміз татуласамыз ау деген сияқты ой. Бұл жолы менде ондай ой мүлдем болмады деп айтсам да болады. Татуласуымыз мүмкін деген ой. Себебі бір біз неге енді біз ойладық Сержанмен ұрсысып қалды ау деп. Себебі Сержан да бүгін осы 1-2 сағат бұрын ба сторис салыпты. Оны да көріп алайықшы қазір. Өмірде бір адамды қаттырақ жақсы көру үлкен қателік. Ешқашан өзіңді екінші орынға қойма. Өзің үшін әрдайым бірінші болуың керек. Жақсылықты әлсіздікпен шатастырады. Өзің үшін мықты бол деп жазып қойыпты. Содан түсінгеніміз екеуіңіз ренжісіп қалдыңыздар, бір-бірлеріңізге өкпелісіздер. Я балауса ханым, негізі бұл сторисін көрмедім, себебі мен ол кісіні бұғаттап тастағанмын. Мен көрген жоқпын бұл салып қойған нәрсесін. Бірақ енді жалпы қолынан келетін тірлігі тек осы болып тұр ғой деп айтқым келеді. Себебі оның қолынан жалпы осылай сториспен атысып өзінің бір обидасын білдіргеннен басқа ештеңе келмейді негізі. Сол үшін мен таңғалып та тұрған жоқпын негізі былайынша айтқанда. Білмеймін, енді екеуміздің арамызда бір өте кішігірім бір нәрсеге байланысты мәселе болды. Содан кейін мен бір естуге лайық емес, білмеймін, енді адам шошитындай сөздер естідім. Содан кейін менің көңілім қатты қалды. И мен ғана естіген жоқпын ол сөзді. Менің отбасымның мүшесі әпкем де естіді. Осында болған болатын, ол Алматы қаласында маған қонаққа келген болатын енді. И енді мен өзім кішігірім үйде тұрғаннан кейін, әрине қасымда жатқан адам болғаннан кейін, маған телефонмен хабарласып, мені боқтап, неше түрлі сөздер айтып, и болар болмас себеп үшін деп айтайыншы. Мен білмеймін, ол жерде менің де бір қатты бір сөзім өтіп, бір білмеймін, менің де әрекетім ондай қатты бір дұрыс әрекет болған жоқ шығар. Бірақ сонда да білмеймін, ондай сөздерді естуге ешқандай қыз атаулысы лайық емес деп ойлаймын. Соның ішінде мен өзімді ондай нәрсеге қимаймын. Қазір алмай тұрып бұндай әрекетін көрсетіп жатқан еркек ертең алғаннан кейін басыма әңгір таяқ ойнатады деп айтсам. Сондықтан мен ойладым, бір сондай бір эмоцияға салынған кеш шығар деп. Балауса ханым, оның қарнының аш жүргеніне мен кінәлі емеспін. Мен енді оған бір тамақ бермей жүрген жоқпын. Тамақ ішпе, мен үшін бар да осылай жаңағы бой жасада, білмей, маған ақшаңды алып кел деп айтып жатқан адам емеспін. Әр адамның өзінің өмірдегі жолы таңдаған, ол өзі үшін ғана керек. Мен оған беру керек мотивациясының барлығын бердім. Қолымнан келгенінше мен оған жақсы сөздерді де айттым, жылы әңгімелерді де айттым. Бірақ ол өзі өмір бойы менімен кездеспей солай дайындалып, бір жаттығып жүреді екен, ал менің жеке өміріме до такой степени араласады екен, что білмеймін, мен сені кез келген жерде тауып алам, мен сені осылай істеп кетем, мен сені былай істеп кетем деп шантаждың дәрежесіне жеткізетіндей дәрежеде, егер де мені бір қатты жіберуге қорқып тұрған адам болса, ол адам ол тренировкасында басқасында ысыра салып маған да уақыт бөле алар ма еді деп ойлаймын. Мен бірақ бұл жерде айтқан жоқпын, сен тренировкаңды жасама, сен төбелеспе деп айтқан жоқпын. Мен айттым, сенің жеке өмірің болсын, менің де жеке өмірім болсын. Менің бір жерге шығуыма, бір жерге баруыма, бір жерме біреулермен жүруіме сен кедергілік көрсетпе деген сөзім. Мәселе бір жаққа бару дегеннен басталды. Немесе сіз бір жаққа бардыңыз? Қыздармен, құрбылармен шықтыңыз? Жоқ, негізі балауса ханым, мен ондай қатты бір жерге шығып, бір қыдыруым басылған негізі менің. Просто менің сестрам келгеннен кейін енді алдыңғы жолда келген болатын. И ол жолда маған рұқсат бермеді. Қойшы, ешқайда бармай қойшы деген сияқты. Мен жалпы ең жек көретін нәрсем біреуден бірдеңеге рұқсат сұрау да. И мен хорошо дедім. Сестрам ол кезде де ренжіп кетіп қалды. Не болды сонша бір байжанды бір қыз болып шықтың ғой сен де деген сияқты қылып, енді сонда да бір күлкіге айналдырып, сонымен әңгіме ол жермен бітіп, сестрам Қарағандыға баратын кетіп қалған болатын. Хотя екеуі бір-бірін өмірде танысты. Сестрамның бір болады ғой, ішінде негізі Сержанға қарай жылу пайда болған еді негізі. Тым жақсы жігіт екен ғой, сен үшін өліп тіріліп жүр деген сияқты. Бірақ кешегі ситуацияда енді екеуміз тамақтанып болдық. Одан кейін бір өмірде айтқым келмеді, ұрсып қалатынымызды біліп отырдым. Сонымен машинамен алып кеп тастады. Одан кейін үйде жазып жібердім. Сестраммен осындайда жерге барып қайтсақ бола ма? Енді сестрам көп уақытқа келмейді ғой, ертең Турцияға кетеді деген сияқты. Солай айтсам, маған неше түрлі сөз айтып, сен жүресің солай өмір бойы қаңғып. Енді мына жерде айтуға болмайтын, менің өзіме өте қатты тиетіндей әңгімелер айтылды. Мен жайдан жай олай бір білмеймін, бұлқан талқанға кіретін адам емеспін негізі. Менің айтқаным, менің қалағаным бірақ нәрсе болды. Сен өзің өміріңді сүріп жатсың ба, өзің қалағандай? Маған да сүруге кедергі келтірме, просто әр адам өзінің бір личный круг деген болады ғой, сондай нәрсесі. Бұл бірінші рет па бұндай ситуация? Бұндай дәрежеде мен ол кісінің аузынан бұншалықты сөз естімеппін негізі. Яғни артық сөздер айтылды. Бірақ енді бірінші рет болса, білмеймін, сіздің бірден енді бір жылдық қарым-қатынаста болған ер азамат болғаннан кейін сыртынан бір-бірлеріңізге осындай айтып жатқан дұрыс емес. Сіз жаңа айтып жатсыз ғой.
мен үшін жаңа тамақ жемей жүрген жоқ деген сияқты, мен оның тамағын тартып алған жоқпын, мен айтқан жоқпын дегендей түсініп тұрмын. Бірақ ол уақытша нәрсе ғой. Бір уақытша қолдау керек, нақты бір өмір бойы арықтап жүрген адам емес. Бір ай ма, 2 ай ма мүмкіндік барынша жасап, барынша ол адамның жеңіске, жетістікке жетуіне бір сәл өзіңізді екінші планға ығыстырып қоя тұру керек пе еді? Менің енді ойым ол мүмкін екінші тарапта тыңдауымыз керек қой. Және де мен нақты қандай сөздер айтылды араларыңызда, оның барлығын білмеймін, бірақ жай ғана ситуациядан қарап, бірінші рет осындай болып жатқаннан кейін сәл бір-бірлеріңізді сыйластық танытып, шыдамдылық танытып күту керек сияқты. Себебі 1 жыл деген енді білеміз сіздердің қандай қарым-қатынаста екендеріңізді. Сізде жай дүниеге бола шу шығармайсыз. Негізі Сержан да үлкен жігіт, ол кез келген нәрсеге бола сізге бір ауыр сөздер айтты деп ойламаймын. Балауса ханым, мен просто бұл нәрсенің барлығын себебін енді біз қыз балалар болғаннан кейін түсінеміз ғой. Негізі көбінесе үйлену жақындаған кезде қыздардың қашқанын мен көргенмін да, енді бір бойдақтығымен, бір жастық шағымен қоштаса алмай деген сияқты, бірақ бір еркектің каждый нәрсені сылтауратып солай істегенін мен өзім көрмеппін. И комментарийде бүкіл адам жазатын еді ғой, Сержан ешқашан үйленбейді деген сияқты. Мен сол сөздердің енді ғана түсініп жатқан сияқтымын негізі мағынасын. Халық айтса қалып айтпайды деген сөзді. Бұл нәрсе жай ғана ол үшін сылтау болды. Мен жайдан жай ренжіп отырған жоқпын. Я, қате шығар бәлкім менікі де. Мен айтпаймын, мен всегда дұрыс деп. Бірақ менің өзімнің білетін единственный фактым бар, что мен ондай отношенияны заслуживать етпеймін өзіме. Ондай сөздерді де сен ана жаққа бара алмай қаласың, мына жаққа бара алмай қаласың. Ондай сөздерді мен ғана емес, ешқандай қыз баласы лайық деп ойламаймын мен. Демек, таныстықты тоқтатамын деп отырсыз ба, әлде шешіп көруге болатын жағдай деп отырсыз ба? Сіздің де ренішіңізді түсініп тұрмын. Бірақ біз әлі енді Сержанмен сөйлеспедік. Тек көрген стористарымызды ғана сіздерден сұрап отырмыз, сізден. Сержанның тарапын тыңдамадық, естімедік. Балауса ханым, өзінің тарапын енді қазір бір экраннан көріп білем, Сержанның қандай состояниеге түсіп жатырғанын, бәрібір андай болады ғой. Енді менің бір историям ответка ретінде осылай история шығарып отырған адам менің айтып отырған сөздеріме әрине ответ қайтарғысы келеді, тем более Сержан. Сондықтан өзінің айтатын әңгімесін келіп айтсын. Онымен жалпы мен оны бұғаттаған кезде де мен сенімен таныстықты тоқтатам деп айтқан жоқпын. Мен айттым, сен өзгерсең өзгергенің, өзгермесең сенен дұрысырақ вариант, немесе менен дұрысырақ вариантты екеумізді жолықтырайық деп айтқан болатынмын. Маған да түрлі талаптар қойылған осы күнге дейін. 1 жыл бойы неше түрлі талап қойылған, адамның миына қонбайтындай. И өзімнің бір кәдімгідей асыр салып сүріп жүрген өмірімнен мен спокойно өмірге ауысып кету маған да оңай болған жоқ. Мен де всегда қалағанымды істеп жүрген қыз болғанмын. Мен де қалаған жеріме баратынмын, ешкімді тыңдамайтынмын. Мен де бір күнде бұлай өзгеріп кеткен жоқпын. Мен жақсы көргенім үшін ол адамды өзгердім. Ал ол адам мен үшін өзгере алмаса, маған да ондай адам керек емес. Қанша жерден жақсы көріп тұрайын, қанша жерден өліп тіріліп тұрайын, соңғы еркек болсын әлемдегі, мен өзімнің намысынан аттап кете алмайды екенмін ондай ситуацияда. Мен конкретно айттым, өзгерсең өзгересің, мені қалай бар өзгеріссіз осылай қабылдайсың, немесе мен сенің өміріңде болмаймын, мен сені қыстамаймын деп айттым. Ол тойдан қашудың сылтауын істеп отырған адамның тірлігінің әрекеттерін мен сездім. Как есть айттым, ренжісе ренжігені, ренжімесе осы жерге келіп түсіндірер. Ақеркеден сұрасам бола ма? Негізі қай кезден бастап ұрсып жүрсіңдер? Қанша уақыт өтті? Жалпы негізі біраз уақыт болды. Бірақ енді бұншалықты дәрежеде болмаса да біраз уақыт болды. Мен қазір байқайтын шығар, негізі просто болады ғой, енді обычный топиктар. Даже топик келген күннің өзінде бізде настолько бір болады ғой, үлкен бір шайқас ұрыс, сондай ұрыстар болып кетеді да, кәдімгідей айғайлап, сөз түсінбей, мен кешірім сұрап жатсам да, мен жалынып жатсам да, мен настолько уже өзім ойланам да, уже сол ситуациялар болғаннан кейін. Мен айтам, сен Ақерке, не сен байсыз қалатын қызсың ба? Сен не бір еркек қарамай ма саған? Неге сен настолько өзіңді жоқ, просто мен өзімді сыйламай қалғаннан кейін ол кісі де мені сыйламай кеткен шығар. Просто адам бірінші өзін сыйлау керек. Осы жерде өзі жазып қойыпты ғой, өзіңді бірінші жақсы көр деп. Ол сол правиламен өмір сүретін адам, бірақ мен өзімнен артық бұл кісіні жақсы көріп қойғаннан кейін көп допуск беріп қойған шығармын. Бірақ бізде ұрыстар өте көп болып жүретін, мен уже қашып кеткен едім ол нәрседен. Сендер ортаға шыққанда да айта беретін едіңдер ғой, көзіңде мұң бар деп. Мен жерге ұрғым келмейді өзім таңдаған адамымды.
Ағеке, ол сол нәрседен. мен сізді қыз баласы ретінде түсініп тұрмын. Себебі сіз айтып жатсыз ғой, тыйым салулар, мен неге бір ешкім қарамайтындай қыз емеспін, неге мен соның барлығына көнуім керек деп. Оның үстіне сіздер жаңағы тұрмыс құрмай жатып, неге мұндай тыйым салулар маған жасалынып жатыр деп мен сізді қыз баласы ретінде түсініп тұрмын. Жалпы қарым-қатынас тыйым салудан тұрады деген түсінік жалпы қате түсінік. Түсініп тұрмын. Бірақ қазір менің бір бар айтарым, нақты ситуацияны сержанның тарапынан біз білмейміз, сіздің тарапыңыздан естіп тұрмыз. Былай жасайық, қазір сізді эмоцияға салынбаңыз, ашуға салынбаңыз. Сержанды біз ертең күтейік, шақырайық және мәселені шешуге тырысайық. Сол кезде сіз өзіңіздің сөзіңізді сол кезде айтасыз, сержан өзінің тарапын айтар. Егер нүкте түсін қоятын болсаңыздар, эмоциясыз барынша сәл бір-екі күн ойланып толғанып барып қойылған дұрыс. Тоқтайтын болса сол кезде тоқтап, ақылды оймен сәл болса да өзіңіз бір-екі күн ойға салғаныңыз дұрыс. Солай жасайық, сержан, біз сізді ертең эфирде күтеміз.